Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке елдегі ең төменгі жалақы мөлшерін 1,5 есеге көбейтуді тапсырды. Яғни елімізде алдағы уақытта ең төменгі жалақы 28 мыңнан 42 мыңға дейін көтерілетін болады. Бұл барлық салада жұмыс істейтін 1,3 миллион адамның жалақысының ұлғаюына себепкер болмақ. Бұл мақсатта 2019-20 жылдары республикалық бюджеттен 96 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарлануда. Сонымен қатар елбасы шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасын 2025 жылға дейін ұзартылатынын, оны іске асыруға қосымша жыл сайын 30 миллиард теңге бөлінетінін айтты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің кезекті жолдауында халық тұтынатын тауарларды шығаратын кәсіпорындарды қолдау керектігін айтып, қарапайым тауарлар экономикасын дамытуды ұсынды. Мемлекет басшысының сөзінше, үкімет импортқа тәуелділікті азайту үшін тауар экспорттауға бағытталған экономика құрып, ел ішіндегі тауар өндірісін біртіндеп ұлғайту шараларын қабылдауы керек. Президент алдағы 3 жылда өңдеуші өнеркәсібін қолдауға қосымша 500 миллиард теңге бөлу жоспарда бар екенін атап өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Ресеймен қазіргі қарым-қатынасын мемлекет аралық байланыстың үлгісі деп атады. Астанада үкімет мүшелері мен шенеуніктер және депутаттар алдында халыққа арнаған жолдауында Назарбаев Қазақстан Ресеймен бұл байланысты жалғастыра беретінін айтты. Президент бұған қоса Ресей бастаған Еуразия экономикалық одағы толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік экономикалық қатынастардың белсенді мүшесі ретінде қалыптасып, тиімді жұмыс істеп тұрғанын айтты. Қазақстанның президенті сонымен қатар Қазақстанның Қытаймен жан-жақты стратегиялық ынтымақтастығы қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді. Президенттің сөзінше, Қазақстан ең ірі сауда әрі инвестициялық серігі Еуропа одағымен белсенді ынтымақтастық байланысын дамыта береді. Назарбаев орталық Азия аймағында өзара іс-қимылдың жаңа кезеңі ашылғанын да жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда келесі жылға дейін педагог мәртебесі туралы заң жобасын дайындауды тапсырды. Президент бұған қоса елде кейбір аймақтарда мектеп жетіспей, оқушылар 3 ауысымда оқып жатқанын сынап, бұл мәселені түбегейлі шешу керектігін айтты.